Терракота әскері ежелгі Қытай туралы қандай ақпарат береді? Біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырда Қытай жерінде 100-ден аса тәуелсіз мемлекет билік құрды. Олар өзара соғыс жүргізді. Бұл соғыстың нәтижесінде ең қуатты 7 патшалық қана Қытайды билей бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Ин Чжэннің басқаруымен Цинь патшалығының үстемдігі арта түсті. Ол қалған 6 патшалықты өз қарамағына бағындырды. Осылайша біздің заманымыздан бұрынғы 221 жылы Қытай біртұтас мемлекетке біріктірілді. Ин Чжэн император титулына және Цинь Ши Хуанди, яғни тұңғыш Цинь императоры атағына ие болды. Мемлекеттің астанасы болып Сяньянь қаласы жарияланды. Цинь Ши Хуанди елде қатал заңдар жариялап, салықтарды көбейтті. Ол өлең шығаруға және аңыз әңгімелер айтуға тыйым салды. Оның бұйрығы бойынша ғылыми және діни кітаптардан басқа барлық кітаптар өртелді. Императорға қарсы бүлік бастау мен қастандық ұйымдастырудың алдын алу үшін елордаға аманатқа ақсүйектер отбасыларының мүшелері әкелінді. Цинь Ши Хуанди алып құрылыстар, жол тораптары мен суару каналдарын салу үшін мол қаражат жұмсады. Императордың қай жерде екені туралы ешкім хабардар болмауы үшін 37 сарай салынды. Қытайдың тұңғыш императоры 48 жасында кенеттен дүние салады. Оның бастауымен құрылған Цинь империясы бар жоғы 14 жыл өмір сүріп, күйреуге ұшырады. Императордың мұрагері тақтан тайдырылып, Лю Бан жаңа император болып тағайындалды. Біздің заманымыздан бұрынғы 206 жылы Лю Бан өзін жаңа хан әулетінің негізін қалаушы деп жариялады. Цинь Ши Хуанди өз империясының солтүстік-батыс шекарасын көшпелі ғұн тайпаларынан қорғау үшін ұлы қорғанды салуға бұйрық береді. Оның құрылысында 10 жылға жуық уақыт бойы 2 миллионнан аса адам еңбек етті. 1974 жылы Сиань қаласының маңында тұратын бір шаруа құдық қазып жатып күйдірілген сазбалшықтан жасалған көптеген бұйым тауып алады. Археологтар сазбалшықтан жасалған 8099 жауынгер мен аттың мүсіндерін тапты. Мүсіндер 1,5 шақырымдай жер аралығында 3 қатарға тұрғызылған. Бұл таңғажайып жерлеу орны Қытай императоры Цинь Ши Хуанди мазарының маңында орналасқан. Археологтар бұл ескерткішті терракота әскері деп атайды. Себебі барлық мүсіндер күйдірілген сазбалшықтан, терракотадан жасалған. Сымэ Цянның айтуынша, таққа отырған Ин Чжэн, болашақ Цинь Ши Хуанди өзінің мазарын тұрғыза бастайды. Оның ойлауынша, мүсіндер оны о дүниеге шығарып салып, сол дүниеде өзінің шын өмірдегідей билеуін жалғастыруға көмектеседі екен. Бірінші қазба жұмыстары 1978 жылдан 1984 жылға дейін болды. Екінші 1985 жылдан 1986 жылға дейін. Ал үшінші қазба жұмыстары 2009 жылдың 13 маусымында басталып кетті. 1987 жылы ЮНЕСКО-ның 11 сессиясында терракоттан жасалған әскер дүниежүзілік мұра қатарына кірді. Цинь Ши Хуанди мазары кешені осы тізімге енген алғаш Қытай объектілерінің бірі болып табылады.